Асыл әжем, ғасыр әжем аңсаған, сағынышым сары ормандай самсаған, әке болып жүргенімде ұмытып, әлі күнге еркелеймін мен саған. Қолындаймын асыр салған аңғардай, қозыңдаймын ойнақтаған албардай, өзің бардай қысылмаймын күлуге, жылауға да қысылмаймын сен барда. Өзің бардай қысылмаймын күлуге, жылауға да қысылмаймын сен барда. 22 жас. 22-ші doğum. 22. Құдай дүзгеге деп жүрмесе. Құдай дүзгеге сіңбейбәдің, не сен себедің, не білігәдің өшетің бірақ сөйлейтмейді. Ылғай көрішіп болдым ғой, Загатондағы. Көрішіп дегенім не? Загатондағы қапталып барып бірге барып төгесің. Тылда жұмыс істедіңіз ба? Үйбе тылда болғысын беріп отыр ғой бәрі. Соғыстан кейін жұмыс істедіңіз ба? Соғыстан кейін істеген жоқ. Соғыстың алдында істедіңіздер, е? Иә, 41-ші жылы шықтым, 1990 жылы қалдым. Сіздің әкеңіз, шешеңіз бар ғой, Шалбарбай Жиқа деген кісілер. Иә. Сол кісілер соғыстың алдында қайтыс болған ба, соғыстың кейін қайтыс болды ма? Соғысты көрді азын-аулақ. Көрді, е? Иә. Содан кейін қайтыс болды ма? Иә. Мана Бозтайды да мен қойдым, Шалбарбайды да мен қойдым, Жуанышты да мен қойдым. Шалбарбай деген кім? Менің әкем. Әкеңіздің аты Шалбарбай ма? Иә. Кім шетеді? Шешеңіздің аты кім? Бәтила. Бәтила? Иә, Бәтима, Бәтила, Бәтима. Бәтима деген кім? Сіңілім Замөктердің шешесі. Кім шапы Бәтила Замок кімнің бекті алып отырған сол кісі? Иә, әкесі Сеткеш деген. Сеткеш деген кімнің? Бәтиланың әкесі ма? Жоқ, Замөктің әкесі. Оның әйелінің аты кім? Бәтима, менің сіңілімді алған. Сіздің апайыңыз бар ма? Жоқ, мен ең үлкені. Ағаңыз бар ма? Бар, Бидахмет, Серік. Бидахмет деген ағаңыз бар? Иә. Бауырыңыз кім? Кенжалы. Кәрім ше? Кәрім бауырым, Кенжалы бауырым. Екі бауырыңыз бар ма? Екі бауырым бар. Ағырал ше? Ағырал мен шоу. Шетеді. Қарындасыңыз Бәтила ма? Бәтима. Бәтима. Екеуміз жұпасымыз. Шешеңіздің аты кім? Бәтила. Бәтила? Иә. Ағыралдың неше баласы бар? Білмеймін неше өкен. Жеңіз, Айдар, Айтқали кімнің баласы? Ағыралдікі. Айтқали Ағыралдың баласы ма? Иә. Жеңіз ше? Жеңіз Ағыралдікі. Айдар. Айдар Ағыралдікі. Асқар кімнің баласы? Асқар Кенжалдікі. Кенжалдың әйелінің аты кім? Бақыт. Кенжалы сіздің ағаңыз ба? Бауырым. Ең кенже бауырым. Кәрімнен кейінгі. Бидахмет деген кім? Бидахмет ең үлкен ағамыз. О да бірге туысқан солымен. Бидахметтің әйелі кім? Рахила. Рахила? Иә. Бидахметтен кімде тараған? Бидахметтен Асқа Ұлысқалбей. Бидахметтің балдары кім? Қош кетіп еді олар, е? Бидахмет. Иә, әкім сон баладан ұлысқап не. Күйеуіңіздің аты кім? Тұрысбек.
Әліпбектен күйеуіңіздің аты кім? Әлімхан. Әлімхан. Әлімханның 2 әйелі бар дедіңіз. Орынжамал, біреу сіз, иә? Иә. Орынжамалдың балалары кімдер? Кенжегүл. Кенжегүл, Мишка, Сағат, Аймангүл. Төртеу. Мишка, Сағат, Аймангүл, Кенжегүл. Иә. Мишканың балалары кімдер? Білмеймін оны. Мишканың бір ұлы бар, ана Арманбет кім еді? Қызы бар. Сағат деген кім апа? Сағат Әлімхандікі. Сағаттың балалары бар ма? Бар болу керек, аралашын жоқ қайдан. Аймангүлдің балалары бар ма? Бар. Олар қайда тұрады? Ауылда. Біріміз танымай кеттік қой. Әлімхан деген қандай шал болған? Кәршікесінде тұр ғой, бастық болған. Сурет оқсай ма? Сурет өзіне оқсай ма? Оқсамайды ғой, яны қалай? Басқаша болып кетті? Өзім көрмей тұрма. Мұрты бар ма еді, мұрты? Менде бұрын кей қоя бермесе білмеймін, соның мұрты көргім жоқ. Әлімхан емес қой деймін ана сурет. Білейін бай? Әлімхан. Қасымхан. Бірсінхан. Бірсінхан. Сейтбек Төрсін. Күлпан дегенді? Күлпанды Қасымханның әйелі. Күлпан Қасымханның әйелі ма? Орынжамал Әлімханның әйелі. Күлпан? Күлпан Қасымханның әйелі ма? Ешкі болса да бір екісі малым бар еді. Әкеп біреуін сойып, қартын шығардан мәдемем, ешкім әкеп берер түрі жоқ. Сіз қай жерде тұрдыңыз апа? Қуанышта тұрдым мен. Қуаныштың қай жерінде? Өзімде тұрдым. Онда да қарып қалғым жоқ, жұмыс істедім. Өзінде жұмыс істедіңіз ба? Өзінде жұмыс істедіңіз ба? Қуанышта жұмыс істегенсіз ба деймін? Иә. Әлімхан қай жерде тұрған? О да Қуанышта. Ол кісіде жұмыс істеді ма? Бастық қой істеген жоқ. Ол кім, сізге бастық болды ма? Елдің бәріне бастық болды. Жайсалаударында ғана селода баяғы осы яқты ғой енді. Иә. Соған бастық болды. Мына серіктер әбден біледі. Серік деген кім? Серік әлгі. Әкім. Вот есінде бар ма сол кісілер? Сол кісілер көрген ба Әлімханды? Көрді. Әлімхан суретінен бір түрді сияқты маған көзім жетпей тұрма. Әлімхан екеуіңіз суретке қай уақытта түсушісіздер апа? Сонда жүріп, сонда түстік. Суреттерің бар ғой? Бар. Қай қыз бір қыздікінде де бар. Оны қай түсушінде, қай уақытта бар түсушінде? Көлік дайын. Барасың, түсесің, келесің, сөзден аласың. Мейрам кезінде ма? Есіңізде бар ма сол кез? Суретке түскен кездеріңіз есіңізде бар ма? Жоқ. Балалардың үйінен көрем. Қайсы қыз балаздікінде екенбіз қатар отырып түсіппіз дағды. Сол суретті көрген кезде есіңізге түсті ма? Немен түсті есіме? Сол суретке түскен кездеріңіз? Жоқ. Ұмыт қалғансыз ба? Бәрін ұмыт қалды. Бар жасқа келіп отырмын ба мен? Қайтыс болғанда есіңізде бар ма? Бар, мен жоқтадым. Сіз жоқтадыңыз ба? Адам көп болды ма? Көп болды. Орынжамал үндемеді, мен жоқтадым. Шақырт деді, шақыртып алды. Мен бөлік тұрам. Өзен жағасынан жоғарырақ тұрады. Неден қайтыс болды? Қасымхан? Жоқ, Әлімхан. Үйбаяғы Қарашоқыда мал қалып соған барам деген емес пе, соған кеткен. Сонан кейін малға барбап, арақ ішкен. Арақ ішкенде сазды ұйықтаққа отыр ғой. Ой, бұл ішіне суық тигізіп алған ғой. Бұлай өк кетті қар деген, чемен. Өзі бол өзінде. Әй, осы жылтыр көзден бірдеңе шығады. Әй, осы жылтыр көзден бірдеңе шығады деп мынаны қайда жүрсе де өзінің бала шағасынан мынаны артық көрді ғой. 18 жасында балуанға түсті әкек. Қырғын тигенде қырды елді шығып. Онан кейін де түсті, онан кейін де түсті. Сөйтіп жүріп, қонған бақта әкек ұстай алмады. Бірдегі қонды ма ұста, табылма. Соның соңында жүр. Адам болып шығады. Кішкентай кезінде қандай болып еді? Үйге тоқтамаушы ма еді? Той, құдай. Папамды айтамын. Көкжыра, дайыр, ағарал, рашкөп. Осы үркі түгел. Бір тоқтап бермеді ғой дүниеде.
Үйде тоқтамай ма сонда? Тоқтамайды. Қусам тоқтамайды. Қыздарға бір тимен мен осы қалтасын толтырып отырады ғой. Жақсы қыздар жылайды бозда. Боз еді. Bir күні қайда бір жаққа кетсем, бүйткен әлі кілетті боздық бар. Iya. Соны мына үгілейіп кесіп тастады. Неге? Ішінде арақ бар ғой. Арақ іше ма? Жоқ, жолдастан әперген ғой. Боздықты ма? Иә, мынандай боздық осындай ақ бір көндік. Кірісі кіріп шығатып қойыпты. Иә. Арақтар сипап алып алған ғой. Ұры түссе басқасын да кетпеймін. Рашкопта тұрдыңыздар ма? Қуанышта тұрдық. Қуаныштың қай жерінде тұрдыңыздар? Судың жағасына да жақын. Өзенге. Және бәр бала келеді. Суға ма? Олар, мына менер. Мынау кетіп, көлге. Ар жағынан өтіп, бер жағына шығады, бер жағынан өтіп, ар жағына шығады. Еркін ұстаным ғой мен. Ашаршылықта қайтып асырадыңыз қыздарың? Оны мәшинеге күрішіп болдым, зәгірсұрнаға апарадым. Күннен анты тілді бидай жетпейді, салып алам көнеумен. Ешкім бірау сөз айтпайды. Оны қайтесің не? Мұқым өтеуді марап жағайдың бер жағындағы көтеріп, Бұқатай деген жерде Мұқатай деген бір соған келдем алам. Әгіні. Таңертеңінде тағытқа сон үйге жетем. Бірін мені көрмегенім жоқ. Көрмегенім. Содан әңгімеде де кетпейменді. Оны жек қояды, таласып тарбысып қоймай. Одан кейін таға келем. Сөйтіп жүріп, біреуін өлтіргем жоқ. Бір қызым көзігі бөліп қалды. Неден өліп қалды? Көзікті. Бет түткендің сұлығы болады. Неше жасында? 3 жас па, сондай. 4 жас па. Маңайдың бәріне көкірез еккен. Біз көкірездің ортасында отырдық. Қатынарға бәгіні көріп, көп кісі келмейді ғой енді. Ой, пұрмай мына қыздың сұлуай дегенде, қап-қара болып қатып қалды бірақ. Сәбира Семеев Талғат дегенге барған, білесің бе Сәбира? Білем. Ол оның көйін туған. О да қарып барған жоқ, қыздың үйгіден кетіп қалды. Мына жүргендер жаман жұтық. Одан кейінгі кім? Гүлнар апай ғой? Иә. Гүлнар апай жас кезінде қандай болып еді? Мамақан болған бұл, үндемейтін түк. Сөйлемей ма? Желімей. Бұл қайдан үндейді, сөйлеуге шамасы. Тартқаны тартпа болса. Ұтағаны атарба болса. Жұмыс істей ма сонда? Ойба, жарым қоймадым. Осы ұқсатып жалдым отырып сөйлей баламын мал көп. Әгіп біт әперем жетеді ғой. Мал көп па? Көп болды, мен кедей болған жоқ, енді кедеймін. Енді түк жоқ. Сол күндегі етті қордақтың несі осы күнде буынымның барлығы. Әйтпесе баяғыда мәскілдік білінбей. Мен сәй тамақ демей-ақ қой, үйтіп ішпей-ақ қой. Содан кейінгі, Гүлнардан кейінгі кім? Папам ғой? Папаммен кейін Бақтикүл де кейін Меңдігүл де кейін Алмагүл, Алмагүл де кейін. Бақтигүл апа қандай еді апа? Әйбәт ол пысық болды. Бой кішкентай болды е? Жан шығып қалды ғой. Арық қой е? Арық. Одан кейін Меңдігүл е? Меңдігүл де момақан болды ма? Бір қадам шығып, ең алғаш күйден шыққан кезі. Иә. Жіберем әгідерге барам деген сөз енді. Сағат айтам бәленбай сағатта келесің дейіп. Келмесе қараға да төреге де сағатлап сабап алып шығар. Үйге жатқызам. Оның бәрін қайтып ұстадыңыз апа? Ұстадым енді ұстамасқаларың бар ма? Бір үйге барсам бір қызы лапастық астан жып құрбап, екі қолтыға алып тұр. Сүйсі бәге қабат екен. Мынаған нағылды деп сөйдегі. Бұған шық ұятты оққабы осындай болып тұр дегені. Оғаннан өлманға тайып бұлсылдар. Әуір жез бұзар таяқты. Еркі қойы бергем жоқ. Міне қызды қулығы 40 есек бір ғашарға жүк болған. Отқара. Мен есегелі динерде қиын болды. Бұл туған күн үйте мейірім бәлде. Деп қыздарды алып кеп отырды. Мына жақта бір не бар? Бұлай салған көлдінің терезелі қалында. Сол ойлап отырды. Бір уақытта біреулер сығыр етеді. Сәтілдәтір әгідер соқты ауғы. Айдақ қойды. Жәбжағыл білмейді оны өлі. Қағанды. Мен аңдып жүріп қайтыр екенді. Мына жағынан кеп әгіден асылып жатыр. Апа, сіздер Алматыға не үшін көшіп барыпсыздар?
Қашан? Алматыға тұрдыңыздар ма? Тұрдық қалқаманда. Алматыдан Рашковта тұрып Алматыға көшіп кеттіңдер ма? Иә. Не, папам үйленгеннен кейін көштіңдер ма, үйленбей көштіңдер ма? Үйлегенім жоқ. Онда. Онан кейін үйленді. Алматыға бардыңдар көшіп? Папам екеуің бардыңдар ма? Мен қалғам жоқ. Кімші? Гүлнәр апайлар қай жерде қалды? Гүлнәр бәрі бар. Оларды қайтып тастап кеттіңіз? Қалды, байға тиген тиіп. Абир апай Талғатты қайдан алып келіп жүр? Талғатты осы бірдегі жұмыс істеген ғой деп қызмет. Сонда тауып алған. Үйлендірдіңіз бе өзіңіз? Иә. Бір қызды бір шамын шай бермей қоя берген жоқ. Беріп отырдым. Өзіңіз үйлендірдіңіз ғой? Бәрін өзім үйлендірдім. Ешкімнің де еңбегі сіңген жоқ. Мынау еркін өскен міне қалтасы толық сіресі. Мен қалтам толтырып қойды осы күнде соны ойлап. Папам қыздарға көп барды ма апа? Енді 40 ай болды. Түк қойған жоқ. Мектепте жүргенде ма? Есейгеннен кейін. Мектепке жүріп, мектеп оқыды ма? Мектепті дұрыс оқыған жоқ қой деймін, осы бітіп қалмасам. Онды бітірмеді ғой деймін. Осы бітірген жоқ. Онды бітірген жоқ? Иә. 9-дан кейін кет қапты ғой. Иә, бәсі солай. Содан кейін не істеді? Содан кейін милиция болды. Армияға барыпты ғой. Барды армиядан келгеннен кейін милиция болды, үйтті. Милицияның кішкентайы болды, одан үлкейді. Байыр болды. Алматыда жүріп тауып алып жүрме Зәмзәгүлді? Білмеймін соны. Алматыда тауып алды ба. Өзінен сұра. Әлде Зәмзәгүл оқуға келген бе білмеймін. Рашковқа қайтадан көшіп келдіңіз бе? Мен қайтада көшіп бардым. Жоқ, сіздер Алматыға келген кезде болған ол кісі. Кім? Келініңіз. Значит, оның алдында үйленген ғой? Оның алдында үйленді. Bir gün alıp geldi, olsa göreyim, tepsiyi de olsun alayım diye bilmiyorum. Tepsi kiletke kırıldı bak. Hiç gereği değil. Köpürün toyunca büyütüp süyüttüm. Ancak dergenini verip kıyısıyitlerimdi. Sağan çok koyuyum, olsun sağan çok. Bu da jüreni. Nemine kızım. Almat'ta kaç yılda turdunuzlar apa? Algamında. Kimde? Karim'le? Ya Karim büküldü. Oy Karim'e de saray sap verdi ol. Nurgar жаққа салды, анда тұрған үйдің бәрі мынаның еңбегі. Сейт қаридық. Karim'e de үй салды ма? Иә. Karim'in әйелі кім о кезде? Әйелі осы мына Камила. Жаңадан алған. Ана Алмагүл деген қатынды тастап. Бір қызы кетті о да. Қыдыр айтып. Қылиық өзі қисайсап көкке қарап. Жазира деген кімнің баласы? Алмагүлдікі. Алмагүл деген ең бірінші әйелі ма? Иә. Ол қай жақтікі? Ол осы ненікі, Алматыдікі. Кәрім деген қандай кісі апа? Шайпа сондай болды. Ақшы еді, иә? Жоқ ішпеді көп. Сатушы ғой? Иә. Әгі сатушы кафесі бар. Апа, шешеңіз есіңізде бар ма? Қандай кісі болған шешеңіз? Шешем жақсы кісі болды. Мінезі қандай еді? Мінезі біреуімізді бір соғып көрген жоқ. Сонда кімді жақсы көрді? Ағаралды ма, сізді ма, Кәрімді ма? Әсіресе мені жақсы көрді әкемде, шешемде. Ұлыңыз Бидахметті жақсы көрді ма? Ол қойығынан шөп алмас жуасы болды, керексіз. Біреу сөз жоқ. Әлім апа, шешеңіз Бәтиләк деген кісі. Қалбарбай екеу сол Рашковтық ма? Қуаныштікі. Ол кісілер кигіз үйде тұрды ма? Үйіміз бар. Бірге тұрдыңыздар ма? Енді. Малдарыңыз бар ме дейді? Мал деген жетеді қой. Ашаршылықта не істедіңіздер? Ашаршылықта мен ашықпадым ғой. Ел ашықса дағы. Мол болды. Малдың арқасында. Мектеп оқыдыңыз ба? Жоқ, қарағымын. Сол кезде мектеп бар ма сіздің заман? Бар. Бірінші класс оқыдым. Бірінші класстан кетіп қалдыңыз ба? Енді асырайды күшті қанатады, мен асырады. Ағам, әгі серіктердің шешесі ғой енді. Соған қыз тапқан Рақила деген сол алам деді. Мен алма дейміз, алам деп тұрғысы да алды. Серіктің шешесі кім апа? Қарсалда, Шешесінің аты кім Серіктің? Серіктің шешесі Нұғайша. Нұғайша? Ол кімнің баласы? Ол қалай туысқан сізге? Туысқан емес. Біздің Серіктің
Iya. Біздің Серіктің шешесі кім? Ойбай, атын ұмытып жатыр. Қайтыс болды ғой марқұм. Ұмытып қалдым. Бақыт. Сіз асырадыңыз ба Серікті? Бәрін мен асырадым. Түгел. Бір емес. Көзді ашқан мен. Мен асырадым. 11 бала асыраптым. Анық жетімнен. Дарқан дәнезір түгел бар. Сіздер жас кезде свет болған жоқ, иә па? Чам. Қайдағы свет? Чаммен өмір сүрдіңіздер ме? Иә. Сіздің шешеңіз ерте қайтыс болды ма? Ерте қайтыс болды. Неден қайтыс болды? Ауырып қайтыс болды. Көрдіңіз ба қайтыс болған кезде? Көрдім. Қайтыс болдыңыздар? Қуанышқа. Бәрі қуанышта ма? Бәрі қуанышта. Қамыр қазғанда еркек жоқ ол күнде. Қамыр қаздым ғой мен әуелі. Құдірет еркек орда қамыр қаздым. Мәне. Ал. Шешеңізді өзіңіз көмдіңіз ба, па? Өзім көмдім. Сіздер шамалас ондай кім деген кісілер бар? Ешкім жоқ, бәрі өліп қалыпты. Жоқ, сізбен шамалас кім деген кісілер бар? Шайкала деген бар, Шакура деген бар, Сахура деген бар, Мүнәуәр деген бар. Солар бар. Шайкура? Иә. Мүнәуәр деген кім? Ол сол Қуаныштікі әкесінің атын шешесін ұмытып қалдым. Бәрінің дағы. Шакура қайтыс болып, Сахура қайтыс болып, қайтыс болып кетті. Сіздің замандас подружкаларыңыз ба? Иә, подружкаларым. Қалиман деген өліп подружка болатын. Көрден шығып баған келді ғой келімді сүйреп. Қалима? Иә. Өзі есікті ашып қалғанда өзім сасып қалдым. Әжейін шұбалаң жетіп келді. Амансың ба Бибатима деп. Оған ел сенбейді менің айтқаным, мен көрем ғой. 5 теңге сөйлеген мен. Сені бірден алайын деп отырғам. Қолма қой. Неден қайтыс болған ол? Ауыру өлді. Ауыру? Немен ауыру ол кезде? Білмейін ауыру екен. Оны да мен көмдім. Сіз көмдіңіз ба? Иә. Оны ең алды мен бүйтіп қасада кесіп бет жағын. Оның кейін тағы. Одан көрі төбен түскенде 2 жабад екен. Өлген үстін беріп. Сөйлесен арғарай өңгіп отырып қазып, сол жерді астына қояды екен. Ол қаздым бүйтіп. Қалып мен басыма күнді қосып, дарға тыстан көріп. Қорқпайсыз, иә? Жоға. Әуелі зиратқа барып тұрасымын. Кейде жұмалықта садақам беріп тұрасымын. Алла құрбанында қалдым, міне түк жоқ. Пешке баратығымын. Мешітке? Иә. Түкте жоқ. Алла жолында жүрдіңіз ғой? Иә. Көрмегенім жоқ, дәкен, көрмегенім жоқ. Детегі мықты болған. Трактор айдадыңыз да? Комбайн шаптым тракторменен. Комбайнда шаптыңыз ба? Иә. Комбайнда айдай аласыз ба? Айды. Комбайнды трактор сүйрейді. Оның моторы оған оталдырады. Орақ жүргіші. Ал сөйлесен, жерді айдан әжіланма оның шотаяқ трактор дейді бір. Соны бәрін мен жүргіздім. Оны қайдан білесіз? Оқыдым, ол шәйел жіберді. Оқабай дегенге. Кім дегенді жіберді? Өлмес, мен. Сосын? Түнсін бір әйел атын ұмытып қалдым. Екеуі көрмей қалдым, мен үлгіріп шықтым Оқабайды қоластында. Оқабайға барып оқыдыңыздар ма? Иә. Сосын? Ол Мыстың директоры. Сол ба? Мыстың? Мытыс дейді, Мытыс. Мытыс? Иә. Сонда мен ғана диплом алып шықты бар, екеуі алынбай қалды. Әлі жер айдап жүріп, тұқиық пиласыға менімен семендес болдым. Дұртасына дейін не ол жүреді, не мен жүрем. Дұртасына дейін мен барып міндім. Әлі түсіп жатты, порзағы жатып, үш қабырғасын. Әлі сотаяқ түректі мен жер айдап жүргенде қабырғасы сындырып кетті, содан өлді. Жоқ сөйлем жығыла кеткен ғой. Осы күнде болса жауып соттайды деді. Дұрыс жоқ. Ауырып келді, барды үйіне. Ауырып жатыр екен. Бибатима өзі бөлмесінде ұйқым кеп жантая кетіп едім дейді. Айыптамады, е сізді? Иә, ана Рашковтық. Айыптаған жоқ па? Жоқ, айыптақ. Кім айыптайды мені? Бірақ сөз шыққан жоқ әуелі. Осы күнде осы айыптайды, иә. Ойлайым айыптайды. Бағы Сейтқали былтырман биыл ма? Мынаның ішіндегі запчастарды білесің бе дейді. Айтайын ба дедім. Қарап көріп ішіндегінің бәрін түгел. Не бар екенін дедім. Көбінде қарап күді ғой бәрі. Шатоның, боршының, кәленістебағың түгелдей. Онда не
боршы кәлестебеға көлсімен беки. Тұң ба? Ал кәлестебеға чатын болтмен беки. Бәрі оқылым бен. Трактор айдау қиын емес папа? Түкті қиын емес, үйреніп басақ. Оңай. Оңай, құдай. Сонда жер үлкен жер ма, көп па? Көп. Ол кезде ыңғай әйелдер жұмыс істей ме, еркектер де жұмыс істей ме? Еркек жоқ тоға кетіп қалды ғой, 1 жарым қала. Соғысқа кетіп қалды, иә? Соғысқа кетіп қалды. Сіздер не істейсіздер сонда? Бидай жинап аласыздар, апарасыз ба бір жаққа, қайда қоясыздар? Қырманға апарамыз түгел. Қырманға? Таситындарын бөліп. Тасисыз, Ал өлесіліп шабатын жердің тартмаменен жолын аштым. Кегітіп отыр. Трактор қандай сиятындай қып. Олай ма соның бәрін істедім мен. Жаным не деген берға. Сонда түннің бір уақытында үйлеріңізге қайтасыздар, иә? Қайтсақ таң атырамыз әуелі. Таң Ұйықтамайтын күнде болады. Үйге барсаңыз кім бар? Үйде кімдер бар? Шешем бар. Әкеңіз бар ма? Әкеңіз де бар ма? Әкем ай жоқ ерте өліп қалды. Ең бірінші әкеңіз қайтыс болды ма? Иә. Одан шешеңіз? Одан кейін шешем қайтыс болды. Әкеңіз кәрі ме еді? Тұлғар теген жоқ, жастау кетті. Жастау кетті ма? Шешеңіз де жас еу кезде, иә? Дөзін бортай енді әкемнің ағасы ғой. Анау жеңгесі. Ода бала болмаған. Әкемнің бірінші әйелі Қожақбет дегенім. Қожақбет деген олды қысырап алған. Тақырбырай дегеннің қызын алған. Ол қарамай. Қолын өтеуден көтеріп әкімі қошқа бардығы кемпір. Сіз көтерушісі? Бостайдың кемпірін ба? Жүр алмайдағы кемпір. Бостайдың кемпір ма? Бия. Сөзір әкімім тағымен көмді. Көмейін десем не кебін жоқ. Сөзір әкімге бардым, әкімнің адына ұтып қалды. Мына қайтем, дараға сызса бейт жейді. Менен басқа бас отырдық жоқ қарғам. Саған келіп отырым бенді дедім. Үйіне барып үйіне келмепті. Мен барғанда қазір келеді дейді шешесім. Әкімнің. Ертең таңертең өзім барам. Көмілет, жыламаңыз деді. Қайырғаз деген селсебет. Пысқырып қарамай қойды, өзім мектепте болып алып, қанша себі жатырайып, енді қайтем мұнан деп, әкім айтқанда жетіп көміп беріп кетті ғой. Бәрін алып кетті. Көрмегенім жоқ. Әкім сол ауылда тұрушы ма еді? Зайсанда. Зайсанға барушысыз ғой? Зайсанға бар. Немен барушысыз? Немен барушысыз? Жаяу кетіп қалды. Жаяу? Зайсанға жаяу барушысыз? Жаяу бар, жаяу. Ал адай қатық айтқан жоқ, сен бізге айтпай кеттің, жасырдың деп ол екеуі өкпелейді. Кісі көріп жатса, сендерден мен шүй сұрайын ба, маған сендер не бөліп бересің? Зайсанның Бостайдың кемпірін қай жерден қай жерге дейін алып бардыңыз? Ана өтеуден қуанышқа дейін алып бардым. Өтеу деген немене ол? Егіл айдайтын жер. Өзіміз жұмыс істеп. Ол ұзақ барасы? Ұзақ талай жер. Сол қайтыс болған адамды көтеріп алып келіп жүрсіз ба? Енді қайтем енді. Қасқырғамады ғой сонда мені. Бір қарап мынандай сіркені алып алған, аяғым жақсы болды. Жалғыз ұлым деген жерде бал бар. Әлгі қасқыр келеді емес мен балға. Қасқыр келіп ал, өлі мен қасқырды жоқ қой жатады. Мал қарайсыз сол жақта? Мал қараған жоқ, ана отырған жердің балдары ғой. Мен көрмегенім жоқ. Ода қара, мына күндерден отырған жерге бардық. Барып ек адамында теріп, жемін теріп, сөйтіп жүргенде аю да кез болды маған. Аю өрге қарай шықса, шашы қасылады. Төмен қарай түссе жабылады. Сол шашы бір көп көрсетпей аман ете күлертіп келдім ғой тағы. Тек жардан түсіп. Ой, мен айтып отырып, ой, қарғам мені көрмеген жоқ, мен көрген сендерге бермесін. Ол жерде өзен барады ғой? Бар. Не деп аталады? Білмейміз ол бұт қапты. Жер үйде тұрдыңыздар ма? Жер үй. Сабаннан салынған ба? Әлімқан салған. Әлімқан сап беріп жүр ма? Иә. Үй үлкен, кең әшейді. Сіздің әкеңіз Әлімқанды тани ма? Қайтыс болып кетіп еді ол кезде? Аяқ өзі қайтыс болып кетті ғой дейді. Неден қайтыс болды әкеңіз? Әкем ауырып өлді. Ол кезде доғдыр деген жоқ еді? Жоқ, тіпті жоқ. Қатындарды өзі басылады. Өлгісі өлет кетет болды. Бертін ғой шыққан. Ол кезде Наурыз тойлайсыңдар ма? Наурыз тойлайсыңдар ма, Наурыз? Тойлайды. Ойламағанда. Ашаулық жайып қайда өскідей. Молдалар бар ма еді? Бар. Мешіт бар ма олда? Бар. Қандай еді мешіттер? Ата-бабадан біздің мешіті бар. Үлкен қара мешіт. Иә.
Не деп аталады? Пеш ата бабасының елдік. Міне ар жағы пеш, ортасында көпір бар, су. Содан өтіп барсаламын жақын іргеде шейін. Судан өтесіздер ме мешітке бару үшін? Көпірден өтеміз. Көпірден? Иә. Көпірдің сонда қуаныштың жартысы көпірдің ар жағында, жартысы бер жағында болған ба? Жоқ, бірақ. Ол нар жағында не үшін өтесіздер? Көпірден өтсің болды зират жақын. Мешіт те сол жақтан ба? Иә. Мектеп қай жерде? Мектептеріңіз қай жерде? Мектеп жоғары. Ол кезде райполком совхоз деген болып еді? Білмеймін оны. Райполком совхоз деген. Әйте өзім сөйтіп қабылдым. Орыстар болды ма ауылда? Жоқ. Қазақтар ма? Ой, қазақ. Ой, мен сіздің шешеңіз бешпет киюші ме? Пешпет деген киюші ме? Кимегенде. Андай ертеде қазақтың кемпірлері киген ғой? Шылауышпен кимешек шылауыш киді. Шылауыш кимешек киді ма? Жоқ, бар солай. Кимешегі бар. Қайрып қояды. Сіз киген жоқ сондай дейді? Жоқ, мен жасым қайдан кием. Сонда үлкен кәрі кемпірлер ғана киеді, е? Аппақ болып жүрген бастады. Енді осылай кемпірдің жасына келдім мен. Өліп бара жатқанда бейттім түс көрдім. Ұйықтап жатыр едім, мына жақтан сырғауыл ғой, оғында мына сияқты жоқ. Әгінің төрт ағашы баш жағылып аяғы салбырап түсті. Өзі тәте бергеш, мен саған түс көрдім, айтайын деп сөйлен. Екеуі бір тапқандай абысымды ұрғылы, сондай тату. Кім? Шешембенен Бостайдың кемпірі. Дос болып кетті бірі? Иә, жақсы болды. Ағайындығы кісінің арасындай болды. Сөйлесем, мен түс көрдім, айтайын жошы жегесең ертең қалай болар екен, адам болмайды ғой дейін, кетеді ғой дейін. Шешем мені сартылдатып отырып сабады. Егешем сенің нең жоқ қойды. Неңді шықпайды. Егешемді өледі деді сен. Жазылады деп. Ертеңді айтқанына өлді. Кім өлді? Кемпір өлді. Бостайдың кемпір өлді. Шалбарбайдың ағасы. Онда мен қойдым. Шалбарбайдың ағасы ма сонда? Бостай ағасы. Шалбарбай, Бостай, сосын тағы кімдер бар? Екеуі. Екі ақыл ба? Екі ақыл. Қыздар жоқ па? Жоқ. Оның әкесі кім Шалбарбайдың? Бостайдың әкесі кім? Сатып алды. Сонда сатып алдының жаңағы Шалбарбай, сосын кім баласы? Сатып алдыдан шыққан ғой. Сатып алды Шалбарбай, Бостай, е? Иә. Сатып алдың әйелі жоқ па сонда? Оны білмеймін оны. Әйтеу фамилиясын білем. Мен ежетке көздер болған ғой. Келемін. Жүріңіз шай ішіп алайық. Шай ішті ме? Иә. Асыл әжем, ғасыр әжем, аңсаған сағынышым сары ормандай самсаған.